Сәлеметсіздер ме достар? Менің аты жөнім Шарап Нұрдәулет. Мен кітап оқығанды жақсы көремін. Және де ертегі өлеңдер. Абай атамыз, Мұхтар атамыз, Қадыр аталарымыздың өлеңдерін оқығанды жақсы көремін. Сондықтан мен сіздерге Абай атамыздың ғылым таппай мақтанба өлеңін оқып беретін боламын. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен ғашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, күлебін өмірің алдында, оған қайға жесеңіз. Өтірік, өсек, мақтаншақ, еріншек, бекер, малсаспақ. 5 дұшпанын білсеңіз, талап, еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой. 5 асыл іс көрсеңіз. Сөз соңында айтарым оқырмандар үшін. Кітаптан асқан байлық, кітаптан асқан қазына жоқ демекпін. Кітапта алма ағашы, жемісін бізге беретін, таттамаға балашы. Кітабымның әр бетінде келе, барша жас достарымды кітап оқуға шақырамын.